Баршаңа сәлем, сендермен бірге Наурыз. Менің қорқынышты видеоларым сендерге көбірек ұнайды екен. Ендеше бүгін қорқынышты мультфильм «Каролина в стране кошмаров». Твоя судьба остаться тут навеки вечная. Видео басталмай тұрып лайк басып арнаға тіркеле кетіңіз. Ендеше бастаймыз. Фильм Каролина есімді қыздың ата-анасымен бірге жаңа үйге көшіп келуімен басталады. Каролина ауланы аралап жүргенде артынан бір нәрсе еріп жүргенін байқайды. Сөйтсе ол мысық екен. Ол мысыққа ескі құдықты іздеп жүргенін айтады. Осы кезде құбыжық пайда болады. Сөйтсе ол жас жігіт екен. Жігіт өзін Заки деп таныстырады. Қыз Закиден ескі құдықты сұрайды. Заки, сен ол құдықтың үстінде тұрсың дейді. Екеуі сөйлесіп тұрғанда жігітті әжесі шақырып алады. Каролинаның қолындағы шыбық улы екен. Соның кесірінен оның қолына жара шығады. Каролина анасына құдыққа түсіп кете жаздағанын айтады, бірақ оның анасы мән бермейді. Жұмысқа қатты кіріп кеткен. Осы кезде анасы бір жігіт әкелді деп конверт береді. Сыртында әжемнің сандығынан тауып алдым, Заки деп жазылған екен. Ішін ашса Каролинаның қуыршақ түрі болып шығады. Қыз әкесіне келді. Әкесі де жұмыс басты болып шықты. Ол қызына кедергі жасамауды сұрайды. Қыз қонақ бөлмеге келді. Қуыршағы қойған жерінде жоқ екен. Ол қуыршақты тапты. Қасында кішкентай ескі есік бар екен. Ол есікті аша алмаған соң анасына өтініп сұрайды. Есікті ашса, ішінде кірпіш қабырға екен. Кешкі ас кезінде Каролинаға тамақ ұнамайды. Себебі оны әкесі жасаған еді. Оған жаңа үйдегі өмір қызықсыз. Ол ескі достарын сағынды. Түнде Каролина тышқанның шиқылдаған дауысынан оянып кетеді. Ол тышқанның артынан еріп бірінші қабатқа түседі. Тышқандар кішкентай есікке кіріп кетті. Қыз есікті ашқанда, әлгі кірпіш қабырға емес, басқа әлемге портал ашылады. Каролина ойланбастан есікке кірді. Әлгі жол қызды дәл өзінің үйіне ұқсас үйге әкеледі. Ол ас үйге барса, анасы тамақ пісіріп жатыр екен. Бірақ анасы басқаша, кәдімгі көздердің орнына ілгектер екен. Ол өзін мен сенің екінші анаңмын деп таныстырады. Сөйтіп екінші қабатқа барып әкеңді шақыр дейді. Екінші әкесінің де көзі ілгекпен тігілген екен. Ол пианинода ойнап қызымен көңіл көтереді. Қызға бұл әлем қатты ұнап қалды. Шын ата-анасы оған мән бермейді. Ал мұнда мүлде басқаша. Екінші анасының жасаған тамақтары қызға қатты ұнады. Олар кішкентай қызға үйіңе қош келдің деген тортты береді. Қыздың ұйқысы келді. Бөлмесіне апарғанда қуыршақтар сөйлеп қарсы алады. Тіпті достарының да суреті тіріледі екен. Екінші анасы қыздың жарасына дәрі жағып береді. Бірақ таңертең өз бөлмесінде оянады. Қолындағы жара жазылып кеткен екен. Әлгі есікке барса, кірпіштер тұр. Ол мұның бәрін түс деп ойлайды. Каролина таңғы ас кезінде ата-анасына бәрін айтып береді. Бірақ олар қызбен сөйлесуге уақыт бөлген жоқ. Анасы қызына ерігіп жүрсең көршілермен танысып кел дейді. Каролина есік алдына шыққанда көп хаттарды көреді. Барлығы көршісі Бабинскийге келген екен. Қыз оның үйіне келді. Бабинский жеңіл атлетикамен айналысады екен. Конверттің ішінде ірімшіктер, яғни сыр болып шығады. Ол оны тышқандарға береді. Біраздан кейін Бабинский келіп, тышқандарым сені кішкентай есікке кірмесін деп айтты дейді. Каролина подвалдағы үйге келді. Оны 3 ит пен 2 кемпір күтіп алады. Екеуі қыздың шай ішкен кесесіне қарап, болашағын болжап, сені зұлымдық күтіп тұр деп айтады. Достар, айта кетейін, мен ондай нәрселерді насихаттамаймын. Болашақты болжау үшін балгерге бару өте үлкен адасушылық. Сыртқа шыққанда қыз Закиді көреді. Ол қара мысықпен бірге ұлу аулап жүр екен. Заки, сен тұратын үйде бұрын әжемнің егізі жоғалып кеткен дейді. Түнде Каролина есігінің алдына әдейі ірімшік қойып жатады. Шынымен де түнде тышқандар келеді. Қыз оның соңынан қуып, әлгі есікті тағы да ашқанда, шынымен де портал ашылады. Екінші анасы қызға тамақ дайын, барып ең жақсы әкеңді шақыра ғой дейді. Екінші әке Дәуіт велосипедпен шөп шауып жүр екен. Ол қызын отырғызып, оны таң қалдырады. Бұл әлемдегі ата-анасы қызға ұнай бастады. Екінші анасы Каролинаға Заки екеуіңді жоғарыда Бабинский күтіп отыр дейді. Бұл әлемдегі Заки сөйлемес үшін екінші шеше оны мылқау қылып қойған екен. Олар жоғарыға шығып тәтті заттарды алады. Шатырға кірсе, Бабинский нағыз шоу жасап жатыр екен. Бұл қызға қатты ұнайды. Түнде ұйықтап таңертең оянғанда Каролина тағы да өз үйінде тұрады. Ол барлық көргенін әке-шешесіне айтады. Бірақ олар сен есіңнен адастың деп мән бермейді. Бұл әлем оны шаршатты. Қыз бір жолата екінші әлемге кеткісі келеді. Есікті ашқанда ол мұның түс емес екенін түсінді. Сырттан оған мысық қарап тұр. Каролина ас бөлмеге келді. Екінші анасы оған киім тоқып қойыпты. Далаға шыққанда ол мысықты көрді. Бір қызығы оның көзінде ілгек емес, кәдімгі көздер екен. Мысық, бұл әлем сен ойлағандай емес. Оны маған екінші Заки айтты дейді. Каролина подвалға түседі. Бұл жер залға айналып кетіпті. Қыз Закимен бірге отырып шоу тамашалайды. Екі кемпір жасарып өнерлерін көрсетеді. Бұл оларды қуантты. Сыртқа шыққанда екінші ата-анасы оларды қарсы алады. Кешкі ас кезінде екінші мама оған ілгек пен ине береді.
осы әлемде мәңгі қалу үшін көзіңе ілгек тағуың керек дейді. Каролина бас тартып ұйқыға кетеді. Оянса, әлі де екінші әлемде жатыр екен. Ол бірден сыртқа шығып үйден қашады. Қыз үйден алыстаған сайын дала ақ түсті болып кетеді. Сөйтіп үйінің алдынан бірақ шықты. Осы кезде мысық Бабинскийдің тышқанын ұстап алды. Сөйтсе тышқандар егеу құйрық болып шығады. Каролина кішкентай есік арқылы бірінші әлемге оралғысы келеді, бірақ екінші анасы оған кедергі болды. Қыз оған: "Мен өз отбасыма барғым келеді, мені жібер" дейді. Екінші анасы құбыжыққа айналып, оны айнаға қамап қояды. Бөлмеде екінші анасының кесірінен өлген балалардың елестері жүр екен. Олар осы әлемде қалу үшін көзге ілгек тағуға келіскен екен. Үш елес қызға "Біздің көзімізді тауып, бұл жерден босатшы" деп өтінеді. Екінші Заки Каролинаны айнаның артынан шығарып алады. Закидің арқасында қыз өз әлеміне қашып кетеді. Үйге келсе, ешкім жоқ. Әлгі құбыжық Каролинаның ата-анасын ұрлап кеткен болып шықты. Осы кезде үйге Заки келеді. Ол алдында берген қуыршақты әжем сұрап жатыр дейді. Каролина қуыршақты таба алмады. Ол ашуланып, "Сенің берген куклаңның кесірінен екінші мама мені аңдиды" деп оны қуып жібереді. Каролина төменге түсті. Кемпір оған жоғалған затты табуға көмектеседі деп бір тас береді. Каролина үйге келіп, жылап ұйықтап қалады. Сәлден соң оны мысық оятты. Мысық "Ата-анаңның қайда екенін білемін" деп оны айнаға әкеледі. Сосын мысық қызға ата-анасының қуыршағын көрсетті. Каролина екінші әлемге барып, екінші анасынан өз ата-анасын сұрайды. Құбыжық есікті кілттеп, кілтін жұтып қойды. Каролина екінші анасына: "Ойын ойнайық. Егер үш баланың көзімен ата-анамды тапсам, мені босатасың. Ал егер таба алмасам, көзіме ілгек тағуға келісемін" дейді. Екінші анасы бұған келісті. Қыз кемпір берген таспен бірінші көзді тапты. Ол әкесінің велосипедінде екен. Екінші әке құлап бара жатып, көзді қызға беріп кетеді. Екінші көз әлгі кемпірлерде екен. Каролина әрең дегенде оны да алады. Үшінші көз Бабинскийдің қолында екен, бірақ оңайлықпен ала алмады. Бір уақытта Бабинскийдің ішінен тышқандар шығып көзді алып қашып кетеді. Қыз әлгі тасты лақтырады, бірақ тимеді. Каролина ұтылдым деп жылап отырғанда, мысық үшінші көзді әкеледі. Енді тек ата-анасын табу керек. Бір кезде барлық әлем аппақ болып жоғала бастайды. Қызды үйде анасы күтіп алады. Оның түрі өткендегіден де қорқынышты. Кемпір берген тасты екінші анасы өртеп жібереді. Каролина үш көзді тапқанымен ата-анасын тапқан жоқ. Қыз бір қулық ойлап табады. "Мен ата-анамның қайда екенін білемін. Олар ана есіктің артында" дейді. Құбыжық есікті ашқанда, Каролина өз ата-анасын тауып алады. Құбыжық есікті ашып: "Сенің ата-анаң мұнда жоқ, сен енді мәңгі қаласың" дейді. Қыз оған мысықты лақтырып, өзі ата-анасы бар шарды сөмкесіне салып алады. Енді есіктен қаша бергенде, мысық құбыжықтың көздерін жұлып алады. Екінші ана енді соқыр. Ол ашуланып, еденді торға айналдырып жібереді. Қыз өрмелеп, есікті жауып, ол жерден қашады. Қыз есікті кілттеді. Ата-анасы да өз орнына оралды. Түнде Каролинаға мысық келеді. Каролина одан кешірім сұрайды. Қыз түсінде әлгі үш балақайды көреді. Балалар оған рахмет айтады, бірақ саған әлі де қауіп төніп тұр дейді. Себебі әлгі құбыжық кез келген уақытта шабуыл жасауы мүмкін. Сондықтан Каролина кілтті ешкім таба алмайтын жерге жасыруы керек. Ол әлгі құдыққа жасыруды шешеді. Кілтті құдыққа лақтырайын деп жатқан кезде, әлгі құбыжықтың қолы оларға кедергі жасайды. Осы кезде Заки көмекке келіп, құбыжықтың қолы мен кілтті матаға орап, бірге құдыққа лақтырып жібереді. Достар, арнаға жазылып осы видеоға лайк басып кетулеріңізді сұраймын. 10 000 жазылушыға аз қалды. Тездетіп жеткізіп тастайық. Келесі видеоларда кездескенше.